Құрметті қонақтар, қадірлі оқырмандар, бүгін бізде ерекше мейрам. Әкелер күні. Әке әр отбасының тірегі, қорғаны, ақылшысы. Қазақ халқы әкені асқар тауға теңеген. Себебі тау қандай биік болса, мықты болса, әке де сондай сенімді, берік тұлға. Әке мектебі атты әке мен бала арасындағы сұхбатымызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгінгі мерекеміздің ең қадірлі қонақтары Асқар таудай айбынды әкелеріміз бен олардың ізін жалғар ұрпақтары ортамызда. Ендеше бүгінгі кешіміздің қонақтары кітапханамыздың тұрақты оқырмандары, жазушы, журналист, жанр әдеби клубының президенті, меценат KZ жобасының жеңімпазы Есболат Айдабосын және ұлы Чернияз. Келесі қонағымыз Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Жетісу облыстық филиалының құқықтық экономикалық жұмыс және сатып алу бөлімінің бас маманы, заң ғылымдарының магистрі, біздің тұрақты оқырманымыз Данияр Нұрғазыұлы Тарихов және ұлдары Алияр мен Исаяр. Қош келдіңіздер. Алғашқы сұрағымызды өздеріңізге қойып бастасақ, Есболат мырза, сіз үшін отбасы құндылығы дегеніміз не? Әке ретінде бала тәрбиесінде қандай қағидаларды ұстанасыз? Сондай-ақ балаларыңызбен бірге кітапханаға келу дәстүрі қашаннан басталды? Бір емес, бірнеше сұрақты бірден қойып жібердіңіз ғой. Енді отбасы құндылығында құндылық бұл жерде бір-бірін бағалай білу деп ойлаймын. Мысалға, әке ретінде мен отбасы мүшелерінің әрқайсысын мен үшін құнды. Әйелім де құнды. Одан кейін жаңағы 5 балам да, үлкен ұлым қандай мен үшін бағалы болса, кенжем де сондай бағалы болу керек. Әрқайсысының бірақ орны бар, әрқайсысының мінезі бөлек, өзінің жүріс-тұрысы, жалпы қызығушылығы, кітапқа деген қызығушылығы, басқа дүниелерге деген дүние танымы, көзқарастары бөлек-бөлек. Бірақ оның әрқайсысын мен бағалай білуім керек. Әрқайсысын сыйлай білуім керек. Сол көзқарастарына қарай оларға қарым-қатынас жасауым керек. Яғни бір балам мысалға спортты қалап тұрса, мен оны жоқ спортпен айналыспайсың деп желкелеп үйге қамап кітап оқытып қойып, басқа да шаруалармен айналыстырсам, оның табиғатына, болмысына қиянат болады. Яғни әке ретінде мен олардың құндылықтарын, болмыстарын бағалай біліп, сол бағытта керісінше оларға жолын ашып, көмектесіп белгілі деңгейде жылт еткен қабілетін ашып, оны ұштап дарынға, талантқа айналдыра берсем, яғни менің дұрыс әке болғаным. Қазір енді Құдайға шүкір бала шағалымыз, сол балаларды тәрбиелеп жатырмыз. Менің ойымша сол отбасылық құндылық деген сол әр адам бағалай білу. Бала өзінің әкесін, шешесін, бауырларын құндылық санау керек. Ал жаңағы отбасындағы әйел адам өзінің ерін және балаларын, әке шешесінің туған туысқандарын, сол сияқты құндылықтарды бағалай білу керек деп ойлаймын. Данияр мырза, сіз үшін отбасы құндылығы дегеніміз не? Сонымен қатар балаларыңызбен бірге алғашқы оқыған кітаптарыңыз қандай? Жалпы мен үшін отбасы құндылығы бұл әр азаматты өзі жеке дербес индивид ретінде тану және де оны құрметтеу. Мысалы, мен болсын, менің балаларым болсын, менің ата-анам, менің жұбайым барлығы өздері жеке дербес мемлекет ретінде қарап, және де солардың кез келген таңдауы болсын, не нәрсені қалап тұр, сол жағын барлығын ескере отырып, олардың ішкі жан дүниесімен бір нәрсеге бөліскенде, және де олардың таңдауында жалпы өз ойыңды білдіріп, бірақ та олардың таңдауын құрметтеу білуді. Мысалы, кейбір адамдар біреудің таңдауымен санаспайды, бір жақты ғана болып жатады. Енді сол тұрғыда қарағанда мен өзімді әке ретінде және де балаларымның қамқоршысы ретінде өзімді олардың қандай салада жұмыс істегісі келеді, болашақта кімдермен араласады, қандай бағытта жалпы көзқарастары қандай, сол жағына мен көп көңіл бөлем. Және де егерде келесі сұрағыңызға өтіп кететін болсам, ең алғаш кітабым есімде жоқ, бірақ мен осы
алғашқы осы кітапханадан бастаған болатын кітаптарым оқуды, жалпы мектеп программасынан бөлек. Енді қазірде қарап кітап сөрелеріне көз жүгіртетін болсам, бұл жерде мен оққан кезінде кітаптар жоқ еді. Себебі менің енді бірінші емес, бірақ та алғашқы оқыған кітаптардың бірі Шаңырақ деген осындай қалың қоңыр кітап болатын. Ішінде енді кез келген сұрақтарға жауап алуға болатын кітап болатын. Одан кейін Большая советская энциклопедия дейді. Сол бірнеше томнан тұрады. Сол жерде де көп мағлұматтар алатын. Енді ол кітаптар барлығы қазір енді көнерген кітаптар ретінде басқа бөлмеде тұрған шығар. Қазір мына әртүрлі түстегі кітаптарды көріп қуанып жатырмын. Жаңа кітаптар шыққан. Енді бұлар да өзінің оқырмандары бар шығар. Жалпы кезінде осы ғимаратқа келіп жүріп, осындай жерде мен білім алғам, талай кітаптармен танысқам деп балаларыма түсіндірген болатым. Кейіндері өзімде балаларыма кітап сыйладым. Өзімнің кітапқа деген құштарлығымды балаларыма жеткізіп, енді олар қазірде осы сіздердің кітапханаларыңыздың тұрақты оқырмандары. Тұрақты оқырмандарымыз, бізге жиі келіп тұрады балаларыңыз. Рахмет жауаптарыңызға. Келесі сұрағым, осы әке болу сіздердің өмірлеріңізді қалай өзгертті? Ең алғаш әке болғанда. Енді әке болу ол өте жауапкершілікті алатын, және де жалпы ер азаматтың жаңағындай бойындағы қасиеттерін көрсете білетін, және де сонымен қатар өзіне деген жауапкершілікті жүктейтін үлкен бір сондай іс десе де болады. Бұл жерде тек қана өзінің отбасы мүшелерінің қарны тоқ, киімі бүтін ғана емес, бұл жерде адамдармен қарым-қатынас қалай жасалады, адам өзін ортада қалай ұстау керек, және де шариғи тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл жерде енді өзім дін жағынан жақын азамат болғаннан кейін мен жаңағы шариғатпен ұштастырамын да. Сол себептен енді о жақ тұрғыдан қарайтын болсақ, енді әкелік парыз ретінде қарастырылатын міндеттер өте көп. Сол себептен бұл үлкен жауапкершілік, және де алғаш сәби дүниеге келіп шыр еткен уақыттан бастап қарайтын болсақ, балаға көркем есім қоюдың өзі бұл әкелік міндеттен басталады. Және де кейін ақыретті күніне дейінгі беретін барлық тәрбиелердің барлығын негізі әке беру керек. Енді ананың да бұл жерде рөлі өте зор, бірақ та дей тұрғанымен айтып отырмын ғой, әке бұл жаңағындай көбінесе сыртта жүреді, нәпақа табады, балаларын асырайды, бала шағасын асырайды. Сол тұрғыда келген кезде бұл әке балаға деген дипломатиялық қарым-қатынастарды басқа адамдармен орнататын сондай мост дейді ғой, не дешеді, көпір. Сол әке деген енді адам өміріндегі бір кезең ғой, этап. Яғни қарасақ, адам өмірге шыр етіп келгеннен бала болады. Яғни әкенің, атаның, қоршаған ортаның тәрбиесінде болады. Одан кейін бозбала болады, жігіт болады, әке болып бір отбасының иесіне айналады. Яғни үлкен жауапкершілікті арқалайды. Әке болғаннан кейін сен бір анау кеменің капитаны сияқтысың. Отбасыны мысалға өмір деген бір үлкен теңіз болса, сен соған түсіп, сол жерде жүрген кемеңдегі жаңағы өзіңнің бала шағаң бар, ағайын туысың бар, соларды алып өтуің керек. Белгілі бір мақсатқа, межеге жетуің керек. Үлкен шешімдерді қабылдауың мүмкін өмірде. Түрлі бетбұрыстар, бұрылыстар болады. Өмірдің дауылдары болар мүмкін, жаңа кемеге соққан секілді. Сол кезде сен отбасыңды сақтай білуің керек, аман есен алып өтуің керек. Сенің жолдасың болады әкенің қасында, ана деген. Сол екеуің жаңағы кеменің бағытынан жаңылмай, ескегін қатар есіп, жетер жерге жетесің. Одан кейінгі этаптар аталық этапқа өтесің. Ол кезде сен жаңағы баланың
балаларын, немерелерін, шөберелерін көресің. Әр кезеңнің өзі қызығы бар. Мысалға балалық кезде бұлар қазір ойын баласы, қызық көретін, мысалға алып берген жаңағы бір тал балмұздаққа бақытты бола салатын кезең ғой, бұл балалық кезең. Әке болғаннан кейін сен оны бір кішкентай қуаныштар сені қуанта алмайды, бірақ үлкен қуан, сенің үлкен жоспарларың шығады алдыңнан. Соның бәріне сен жетумен, сол бір өткелектерден өтумен өмір сүреміз. Бұл жаңа Данияр бауырым айтқандай үлкен жауапкершілік. Осы міндетті негізі сол әр азамат, ер азамат әке болғаннан кейін мына жақта отбасың тұрады, бала-шаға тұрады. Олардың бәрін сен жарым жолда қалдырмауың керек, алып өтуің керек. Жаңағы сөз басында айтқандай, ұлы теңіздің ортасында, сен дауылдың ортасында, ұрған толқындардың ортасында сен отбасың тастап кетіп жатсаң, онда сенің дұрыс әке болмағаның. Отбасың сенің кесіріңнен сондай дауылдарға ұрынып жатса, зардап шегіп жатса, суға кетіп жатса, мысалы, ол үлкен күнә, кешірілмес күнә деп ойлаймын. Сондықтан әр әке осы жолда үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Шын көңілден шыққан жауаптарыңызға көп рахмет. Келесі сұрақты сіздердің осы ұлдарыңызға қойсақ, иә? Әкелеріңізден қандай жақсы қасиет үйрендіңіздер? Әкемнен мен кітапты көп оқуға, ақылды болуға соны үйрендім. Жақсы, көп рахмет. Біз әкемізден ақыл және бақытшылықты көрдік. Әкеміз өте жақсы, мейірімді әке. Мен әкемнен андай сұрақтарға нақты жауап беруге және білім алуды үйрендім. Әкем сияқты мейірімді болуды үйрендім. Болашақта әкеңіз сияқты болғыларыңыз келеді ме? Неліктен? Әкем сияқты болғым келеді. Неге болғың келеді? Өйткені ол ақылды, мейірімді, жауапкершілікті. Не істейді әке? Әкем журналист, кітап жазады. Болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта әкем сияқты кітап жазғым келеді. Мен болашақта шеф-повардың бастығы болғым келеді. Әкем сияқты жақсы жұмыс орнына түскім келеді. Маған әкем кітап оқуға ынтамды көтерді, тренировканы жасауға үйретті. Өскенде әкем сияқты болғым келеді. Жүректен шыққан жауаптарыңызға рахмет. Келесі кезекте балаларымыздың тапқырлығы мен зеректігін байқап көрсек, мақал сөздің мәйегі атты танымдық ойынға назар аударайық. Бұл бөлімде мен мақалдың алғашқы жолын айтамын, ал сіздер соның жалғасын табасыздар, иә? Бұл балаларға арналған. Алғашқы мақалымыз әкеге қарап ұл өсер, Шешеге қарап ұл өсер. Өте жақсы. Әке көрген оқ жонар, Шеше көрген том пішер. Жақсы, дұрыс. Балалы үй базар, баласыз үй Мазар. Жақсы. Оқу білім бұлағы. Білім өмір шырағы. Жақсы. Бүгін біз кітаптың адам өміріндегі ерекше орын, отбасы тәрбиесіндегі әкенің асыл бейнесін және рухани құндылықтардың маңызын тағы бір мәрте сезіндік. Кітап білімнің қайнар бұлағы, ақылдың шамшырағы. Кітап оқитын отбасының берекесі артып, рухани дүниесі байи түседі. Ал әке өнегесін көріп өскен ұрпақ елдің ертеңі, мемлекеттің жарқын болашағы. Баршаңызға уақыт бөліп бүгінгі тағылымды сұхбатымызға қатысқандарыңыз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға бақ береке тілейміз. Кітапқа деген сүйіспеншілік пен білімге деген құштарлық әрдайым серік болсын.